Сәлем достар, бүгін мен сіздерге банкада тұздалған қияр мен қызанақтан банкі жабуды ұсынамын. Видеомны соңына дейін қараңыздар. Алдымен банкамызды және крышкамызды парлап, банкының түбіне хрен жапырағын және укропымызды, болгар бұрышымызды, 3-4 дана чеснок, яғни сарымсағымызды, қалауларыңызша ащы бір салсаңыздар да болады, мен бұл жерде салмадым. Және қиярымызды салып орналастырып аламыз. Міне қыздар, мен үстіне 3-4 штук қызанақты салып, және 2 штук лавр жапырағын салып орналастырдым. Яғни осының үстіне енді қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, крышкасын жауып, бір 5-10 минутке тындырып қоямыз. Қыздар, міне суымызды төгіп тастаймыз. Яғни бізде 5-10 минут уақыт өткеннен кейін суды төгеміз және банкамызға қалған қоспаларымызды қосып шығамыз. Қара түйір бұрышымызды саламыз және 2 литр банкеге қыздар 2 штук аспирин саламыз. Ескерте кетейін, 3 литр банкеге 3 штук аспирин, 1 литр банкеге 1 штук аспирин салып шығамыз. Мына арада менде 2 литр болғандықтан 2 штук аспирин салдым және 1 ас қасық қант саламыз, 2 ас қасық тұз және жарты шай қасық уксус құямыз. Және осының үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, банкымызды жауып тастаймыз. Яғни дәл менікіндей ағып жапсаңыздар, сіздің банкыларыңыз идеально атылмайтын, қыста жейтін банкі шығады қыздар. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздерді келесі видеомда күтемін. Сіздермен болған Камшат.